отбасынан басталады деп бекер айтпаған. Әрбір адамзаттың алтын ұясы десе, алдымен ойымызға отбасы орала кетеді. Бала отбасыда әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Мен Әуелхан Наргиз өз отбасым жайлы толығырақ айтқым келеді. Менің кішігірім мемлекетім 5 адамнан тұрады. Олар әкем, анам, мен және інім. Менің әкем Мукеев Тоқтарбек. Бұл өмірдегі асқар тауым, қамқорым, тірегім. Әрқашан бізді қолдап, қорғап жүреді. Біз үшін қолында барын, тіпті жанын беруге дайын. Ардағымсың әкетайым, асқарым, қанатымсың бар байлығым аспаным. Сенің арқан бүгінгі күн көргеніміз, жанымдасың керегіне басқаным. Демекші, мен әкемді бәрінен артық жақсы көремін. Мен үшін ең қымбат жан аяулы анам Абылқанова Жадыра. Жер бетіндегі жақсылық, ізгілік, қайырымдылық атауының бәрі де ананың ақ сүтінен тарайды деп Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атамыз айтқандай, анам бізді әрқашан жақсылыққа баулайды. Біреудің ала жібін аттамауды, тек қана шындықты айтып, адал жүруді қатаң ескертіп отырады. Барша аналар сияқты менің де анам есейгенде еліміздің бетке ұстар азаматы мен азаматшасы болып өскенімізді тілейді. Және сол жолда аянбай еңбек етуде. Ата-ананың ақылы, қазулы, қара жолмен тең деп Дулат Бабатайұлы айтқандай, ата-анам өмірдегі ең қымбат адамдарым. Олар мені жақсылыққа, әдептілікке, адамгершілікке тәрбиелейді. Сабақта да, үйде де ұқыпты, тәртіпті, саналы бала болса екен деп тілейді. Әсіресе түп қазығың отаның, ар намысың тілің, кәусар бұлағың ұстазың, қамқоршың әкең, ақылшың анам деген сөздері көңілімде жатталып қалыпты. Ата-анамның тілегін орындауға бар күшімді саламын. Менің артымнан ерген 2 тентек інілерім Санжар және Руфат. Бауыр барда бақытсызбын дей көрме, өз басыңнан қамын ғана жей көрме. Қан мен жаның бір тамырдан жаралған, бауыр барда бақытсызбын дей көрме. Кейде реніш, кейде ыза болса да, ақ көңілің қара шуға толса да, ең қымбаты, ең ардағы бауырың, арадағы жылулығы болса да. Деп Мұқағали Мақатаев атамыз айтқандай, мен үшін олардан асқан жақын жан жоқ. Жанымда қос қанатым анам мен әкем. Ең қымбат 2 інім барда менен асқан бақытты адам жоқ шығар. Мен отбасымды қатты жақсы көрем. Сөз соңын Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атамыздың мына сөзімен аяқтағым келеді. Әрбір шаңырақ ұрпақты болсын, ырысты болсын, ырысы жұртқа жұғысты болсын. Назарларыңызға рахмет.